Ол қара тас Хажарул Асвад дейді. Бұл Хажарул Асвадтың қайдан келгендігі жайында талас тартыс бар, тарихи оқиға. Енді бұл Ибрахим пайғамбардың уақытысында қойылған болғандықтан анығын біле алмайды. Кейбір ғұламаларымыз айтқан, бұны Ибрахим пайғамбар кәдімгі таудың тасын арнайы алып келді деген, қара тасты кәдімгі. Сөйтіп алып келіп сол жерге қойды, қара жылтыр тас ол деп айтқан. Ерекше өзі. Ал енді кейбір риуаяттарда жоқ деген, ол олай емес дейді. Ол жаннаттан түсірілген тас еді, кезінде Адам алейхиссалам заманында түсірілген дейді. Сол нәрсені адамдар ұстай кейін қарайған ол дейді жаңа деп риуаяттар келтіреді. Бірақ енді дұрысын Алла біледі. Бірақ қара тастың ол жерде бар екендігі анық. Және сол қара тасты жаңағы барған соны ұстаған адамдардың жаңағы күнәсі кешіріледі деп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да оны ұстағандығы, оны сүйгендігі бар, құрметтеп. Хазірет Омардың мынандай бір сөзі бар. Сол Хажарул Асвадқа: "Ей қара тас, сен ешқандай артықшылығың жоқ бір тассың тек қана" дейді. Тек пайғамбар сені құрметтемегенде, мен де құрметтемейтін едім деген. Пайғамбар құрметтегендігі үшін ғана сені құрметтейміз деп айтқандығы бар да. Сөйлеймін. Енді ол тасқа айтып жатқан жоқ қой, негізгі ғана ішіндегі бар мақсатын білдіріп жатыр да сонда. Көретін болсақ, ол тастың да демек Омардың пікірі бойынша басқа тастан артықшылығы жоқ деген. Тек пайғамбарымыз құрметтеді. Жаңа Хажарул Асвадқа сәлем беріп өтетін жері бар. Келген бұрышқа келген кезде бисмилля Аллаху акбар деп айқайлайды. Соны сәлем беру деп айтылады бұл. Ол уақыттарда, бұрынғы уақыттарда түсіп, ұстап жаңағыдай жасаған болатын болса, ал енді қазіргі уақыттарда адам көп қой халық. Тек қана қол көтеріп жаңағыдай айтып өтуі, бисмилля Аллаху акбар деп айтуы жеткілікті болып есептеледі.